Так, бұйырса бұрышты клапан сәйнек қылып қоптай түртіп жібереміз, шығарып аламыз. Так, салып атқандарым клапан сәйнектеріміз бізде Эдемктейтін фирма. Так, көрсетіп жіберейін. Наглядный, опаны, наглядный пример шыққан. Ауыз кеңіп кеткен, қатып қалған. Бізде осы Эрлингтейтін сәйнек, 7-лік размер. Так, сосын шатастырып алмаңдар. Эрлингтен Audиге баратыны бар, Opelге, BH-ға баратыны бар. Бізге направляющий келу керек. Сондықтан обязательно 112, 113 қойса өздерінікін алу керек. 111, 112, 113, 104. 104-тің кейбіреулерінде сәл басқаша шығады. Болады. Обязательно направляющийге қарау керек. Кейбіреулер беріп жібереді, Эрлинг оригинал, бірақ Audидікі, BH-нікі деген сияқты 7-лік размерлерді. Олар келмейді. Ескі моторларда 7-лік размер болады. Так, мынау шыққан сәйнегіміз, салып атқан сәйнегіміз осы. Так, бұлар бізде енді минимум 100 000 километр жүреді. При хорошем обслуживании 5-6 мыңда майыңыз. Именно қандай май екенін айта алмадым. Енді әркім әртүрлі майға, главное, поделка болмаса болды. 5-6 мыңда май ауыстыратындар минимум 100 000 километр жүреді. Кейбіреулер 150 жүріп жатады. Себебі 100 мыңда, 120 мыңда шыққандар бар, 80 мыңда шыққан сәйнектер бар бізде. Образецте. Барлық маслостойкий сәйнектер, изделиялар 100 000 километр минимум. Ал бұлар 10 мыңда май ауыстырады, енді 100 мыңға жетпей қалуы мүмкін. 10 мыңда май ауыстыратын болсаңдар, ит қуырғандай қуырып жібересіңдер сәйнекті. Темірді қуыра алмайсыңдар да, сәйнек қатып қалады. Так что уақытында ауыстырып тұрыңдар. Бірақ осы 100 000 километрдің ішінде сізде әртүрлі зат болуы мүмкін. Сәйнек 100 мыңға дейін тұра береді. Ол май ішкізбейді, клапаннан май ішпейді 100 000 километр. Ал неден? 100 000 километрдің ішінде сізде кольцеде проблем болуы мүмкін. Или болмау мүмкін. Жалпы юбкілер соғып кетуі мүмкін поршындардың, задиры бастауы мүмкін. Бұл жерде ол жақтарға біз жауап бере алмаймыз. Ол жақтарды қарамағаннан кейін, шұқымағаннан кейін. Сондықтан желательно эндоскопқа салып алдыңдар, свеч шешіп, іштерін қарап, не болып жатыр, қалай болып жатыр деген сияқты. Оны да вооруженный глазбен қарау керек. Егерде задиры болмаған жағдайда да май ішіп тұруы мүмкін, кольцелері, поршындары. Оның айналасы мытый болады, уже ана жуылған болып тұрады поршындарын по краям, шет жақтары. Жалпы белгілі болады уже кольцелеріңіз май ішіп бастаған болса. Главное, задиры болмаса, онда жаңағындай әртүрлі нелер бар, раскоксовкалар. Солар любой біреуін қолдасаңдар болады. Желательно пена. Валера дейтін бар, пена түрі. Через сол свеч қолданасыз. 15-20 минуттық жұмыс, по идее, свечті шешіліп дайын тұрса. Бұларды енді 2-2 свечтен болғаннан кейін қапталдан біраз уақыт алады. Так что бұл келіп жатады жаңағыдай клапан сәйнек ауыстыруға. Проблем емес, клапан сәйнегіңіз қатып қалған болсын, или орында болмасын мысалға. Бірақ ол не всегда да нәтиже береді. Клапан сәйнек орнына новыйын салғанымен, ар жақта проблем болса, ол сізге ешқандай нәтиже бермейді. Майыңыз ішуі көбейіп кетуі мүмкін, или просто сәл азаю мүмкін, бірақ қоймайды одан. Так что бірінші тексеріп алып барып, сәйнектерді ауыстырыңдар. Именно клапан сәйнектерді. Май азайтады деген сұраққа келгенде.